Жаныңды емде жарқырайсың. Адамның жаратылысы жан мен тәннен тұрады. Ойланып қарасақ, біз тән рахатын көп ойлап, жан дүниеміз бен ішкі әлеміміздің қалауын кейінге шегеріп, тіпті ұмытып кетіп те жатамыз. Бірақ жүрегімізге салмақ түсіп, өмірімізде бір қиыншылық орын алған сәтте Алладан дұға тілеп, жан дүниемізге көңіл бөліп, кейде өздігімізден жылап, іштегі шерді тарқатып аламыз. Енді бірде көңілді уайым билеп, мазасыз күй кешіп, тірлігіміз бітпей берекетсіздік басып, бір түрлі шаршаймыз ғой. Таныс жағдай шығар. Біз негізі жұмысымыз бітпегендіктен емес, жан дүниемізге жылу жетіспегендіктен жабырқаймыз. Дәл қазіргі сәтте қиналып жүргенің, тыныш таппай, жаның ауырып, көңіл күйің болмай, ауыр жүк арқалап жүргендей сезіммен өмір сүріп жатсаң, саған рухани тазалық, жан тыныштығы жетпей жатуы әбден мүмкін. Тәніміз қаншалықты су ішуге, тамаққа, түрлі нәпсінің жетегіндегі өткінші нәрсеге ашығып тұратын болса, жанымыз да сондай деңгейде бізден көмек сұрап, Алламен жиі байланыс орнатуымызды өтініп, рухани әлеміміз шөлдеп тұрады. Сенің эмоционалдық күйің тәніңнің саулығымен қатар жаныңның рухани аш немесе тоқ екеніне тікелей байланысты. Тәнімізді ғана тойдырып қоймай, жанымызды да рухани қоректендіруіміз керек. Жан дүниемізді қалай қоректендіреміз? Құран кәрімде естеріңде болсын, Алланы еске алумен ғана жүректер тыныш табады дейді. Рағд сүресі 28 аят. Біз жаратқан иемізді ұмыт қалдырған сәтте немесе аз еске алып жүрсек, рухымыз ашығады. Құран, намаз, садақа, адамдарға жақсылық жасау, Алла туралы көбірек ойлау, сөйлессек, тек жақсы сөздер айту секілді игі амалдар біздің рухымызды қалпына келтіреді. Ал рухымыз қатты ашыққан кезде ақпараттың дұрыс бұрыстығын сарай алай алмай, кез келген қабылдауы да ықтимал. Құдды бір иммунитеті әлсіреген организмнің ауру сырқауға бейім келетіні секілді. Өйткені ашыққан ішкі әлеміміз сырттан келетін ақпараттарды саралауға күш қуаты жетпейді. Мысалы, әбден рухани сусап отырған, есін енді жинап, имани сауатпен ретке келтіріп үлгермеген қыз-келіншектерге соңғы кездегі әлеуметтік желідегі жалпы жан-жақтағы ақпарат шөл далада қалған адамның алдына улысы бар, тазасы бар бірнеше шөлмек суды бірдей қоя салғанмен тең іспетті. Ондай адам таңдап жатпай, бас салып шөлімді қандырам деп уланарын ойламай, сараламай жұта береді. Сол секілді ашыққан жанның да алдынан шыққан ақпаратты ақ-қарасын сүзгіден өткізіп жатпай сіңіруі ғажап емес. Осы тұста бір дүниені ескермесек, бақытқа бастайды дегеніміз бақытсыздық бастауы болып сан соғып қалуымыз мүмкін. Жаратушының сөзі қасиетті Құран мен пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сүннеті біздің өміріміздің білім алымымыздың өзегі болуы тиіс. Жаратушыға ғана тәуекел ет. Алладан ғана сұра. Барлық игілік оның ғана құзырында екеніне сен деген қағиданы ұстансақ, бұл білім біз үшін хайырлы болады. Яғни осы заңдылыққа сәйкес келмейтін кез келген ақпараттан бас тартып үйренгеніміз өзімізге пайда. Сонда ғана қай білімнің қажет, қай ақпарат қажет емес екенін анық біле бастаймыз. Өзгерісті неден бастаймыз? Рухымыз толығып, үнемі жүрек тыныштығын сезіну үшін не істеу қажет? Әрдайым дәретпен жүр. Күніне қанша рет әжетханаға кіресің, сонша рет дәрет алып жүруге тырыс. Қалайша, қиын ғой деген ой келді ме? Иә, кез келген істің өзіміз үшін пайдасын білмегенде ол қиын. Алайда сен өміріңе береке кірген, жақсы жаққа өзгергенін қалайсың ғой, ол үшін әрекет керек. Бірден тау қопарып тастайтын үлкен қадамдар емес, осындай білсең де мән бермей жүрген, қиын көріп жүрген қарапайым әрекеттер. Бұл өзің үшін өте пайдалы. Бірінші түптің түбінде Алланың разылығына жетуді көздесең, сондай-ақ Алланы әрдайым еске алмайынша, көбірек дұға жасамайынша, бізге берген тағдырына мойысынып, дұрыс шешім қабылдау жолдарын түсінбейінше, өміріміздегі кейбір мәселелер өз арнасына түспеуі ықтимал. Дәретпен жүрген адамның дұғасы қабыл болуы мүмкіндігі жоғары. Тіпті дәреттің көптеген пайдасын заманауи медицинада растады. Негативті энергия адамның желкесіне, білек тұсына жиналады деген де ақпарат бар. Дәрет алған сайын энергетикалық тұрғыдан да тазару жүреді. Ең қарапайым мысал, қыз-келіншектер өз арамыздағы әңгіме болған соң айта кетейік, әйел ағзасында, соның ішінде репродуктивті органдарда, яғни жыныстық мүшеде орын алатын қабынулар, эрозиялардың туындауы, шектен тыс сұйықтықтың келуінің көп себептерінің бірі жыныс мүше аумағында патогенді микроорганизмдердің көп болуы.
Миды, жүректі тыныштандыру. Мидағы ақпараттар легі жүйесіз, ретсіз болғанда өзіңді бір танымайтын, біреудің тойында дәл музыка ойнап тұрған колонканың түбінде ешкімді тіпті өз даусыңды да естімейтіндей жағдайда отырғандай сезінесің. Мида тыныштық болмаса, жүректе де болмайды. Мұндай жағдайда қандай зиян бар? Бір іске ақпаратқа фокусыңды тіктеп, концентрацияңды жинақтау, саналылықты қосу, тіпті ниетті анықтау қиын болады. Мұндай халде өміріңде жиі кездесетін әртүрлі жағдайларға қатысты дұрыс шешім қабылдау мүмкін емес. Себебі миында тыныштық жоқ адамның қабылдаған шешімі мас адамның қабылдаған шешімімен бірдей болады екен. Бұл нейропсихологтар зерттеуінің нәтижесі. Сондықтан да кейде адамдар қалай ғана осы әрекетті жасап қойғанымды білмей қалдым деп жатады. Мысалы, бізге бір келіншек жазды: көмектесіңізші, инстаграмда ақшаңды айналдырып беремін деген парақшаға салып, енді телефон көтермейді, алданып қалдым деп. Расында бұл келіншектің миында тыныштық болған жоқ. Оның миы ақпаратты саралай алмады. Түк істемей ақша көбейеді деген ертегіге сеніп қалды. Концентрация жасап, ойланса, аналитика жасаса, мұндай батпан құйрықтың болмайтынын түсінер еді. Аналитика жасау үшін мида ол функцияға орын керек. Неше түрлі керек емес, пайдасыз ақпаратқа толып қалған мида қандай орын болсын? Күн сайын қалаулымның кейіпкерлері қалай ұрысып жарысқанын, түрік пен корей сериалдарының жылап сықтағанын жібермей көретін, сыныптастардан бастап туыстармен WhatsApp чатының түгін қалдырмай, кімнің не істеп, кіммен не үшін ұрысып қалғанын анықтап отыратын, инстаграмдағы негативті посттардың, оппозицияның сыни жазбаларындағы комментарийді оқып, пікір жазып, тағы да басқа пайдасыз ақпараттарды сараламайтын адамда дәл өзіне керек кезде миында орын болмай қалады. Демек, ми мен жүрек тыныштығын орнату үшін ең алдымен өзіңе пайдасыз ақпараттардан бас тартып, ақпараттық диетаны, гигиенаны сақтау қажет. Тіркелген әлеуметтік желідегі аккаунттарыңды реттеп, артық парақшадан тазарт. Дамуыңа, ой-өрісіңе, өсуіңе, жақсы әдет қалыптастыруыңа үлес қоспайтын парақшалардың бәрінен қош айт. Сценарийі негативке толы, психологиялық установкаларды құйып беретін сериалдардан бас тартқаның дұрыс. Мүлде көрме демейміз. Дегенмен асқазаныңа түсетін әрбір тағамды талғап жегендей, миыңа түсетін ақпаратты да саралап ал. Рухани, кәсіби өсуіңе әсер ете алатын туындыларды табу қиынға соқпайды. Қажетсіз ақпараттардан тазартқан миымыз бен жүрегімізді түбегейлі тыныштандыру үшін тағы не істей аламыз? Бұл жолда зікірматик құралын пайдалансаңыз болады. Зікірматик дегеніміз электронды тәспі. Сұқ саусаққа ыңғайлы киіліп, бас бармақпен нүктесін оңай басып отыруға арналған құрал. Оны кез келген мешіт алдындағы дөңгешектен сатып ала аласыз. Бұл құрал әрдайым қолдарыңда жүрсін. Себебі тәспі Алланы үнемі зікір етуге, Раббымызды әрдайым еске түсіріп жүруге ыңғайлы. Сан қилы шаруамен жүріп, қолымыз көбіне бос болмауы мүмкін. Бірақ тіліміз бос қой. Миымызды түрлі негативті ойлармен шаршатып, қажет емес ақпаратпен қинағанша, зікірге, яғни Алланы ұлықтауға көшкеніміз дұрыс. Ми шаршаса, санамыз шаршап, жүректі уайым басады. Бұл біздің жанымызға да, тәнімізге де өте зиян. Мұның бірден бір шешімі жаратушымызды үнемі еске алып тұру. Мысалы, банкке кезекте тұрған сәтте немесе көлік кептелісінде тұрсаң, қолыңда зікірматик ала салып, Аллаға шүкір, Аллаға сансыз мадақ, Алла кемшіліктен пәк тәрізді сауапты сөздерді айтатын болсақ, миымыз позитив күйге түсіп, жаман ақпараттарға, жүрегімізге салмақ салатын ойларға жол бермейді. Мида, жүрегіңде тынышталып, дұрыс шешімдер қабылдай бастайсың. Егер ойымызды өзгертетін болсақ, өмірімізде өзгеру мүмкіндік туады. Өйткені Алла тағала қасиетті Құран кәрімде бір қауым өзін өзгертпейінше, Алла оларды өзгертпейді. Рағд сүресі 11 аят деген. Егер ойымызды бақылау қиын болса, онда миға ақырындап жаттығу жасау керек. Оның күшті құрал зікірматик екенін айттық. Тілімізбен үнемі жақсы сөздер айтып, зікір айтып жүрсек, Алла берген тіл деген нығметті пайдалы дүниелерге, жақсы нәрселерге жұмсайтын болсақ, онда ойымыз да түзеле бастайды. Тілге фильтр қою автоматты түрде ойымыздың дұрысталуына да алып келеді. Шүкір етуді ұмытпау. Таңертең тұрғанда алғашқы әрекетіміз Аллаға деген шүкіршілікпен басталу керек.
Уа Алла тағала, сен мені бүгін де ояттың, сансыз шүкірліктер болсын деп, шама жеткенше әлхамдүлиллах сөзін айтуды әдетке айналдыру. Ұйқыға жатар мезгілде де, уа Алла, өзіңе сансыз шүкіршіліктер болсын, бүгінгі күніме, бүгін берген барлық нығметіңе, бойымдағы күш-қуатымды жеткізгеніңе, аман есен өз отанымызда жақындарыммен бірге тағы да жылы төсегімде ұйқыға жатқаныма сансыз шүкіршіліктер болсын. Уа Алла тағалам, бүгін жасаған күнәларым болса, біреуге ауыр сөз айтқан болсам, кешірші, және барша мұсылмандарды кешіріміңе бөлеші. Мен де оларды кешірдім. Менің ақыма кіріп кеткендер болса, кешірші деп айтып жүретін болсақ, біздің Алланың рахмына, мейіріміне қадамдарымыз жақындай береді. Ең болмағанда зікір-матикпен астағфираллах, қазақшасы Алла кешірші деген истиғфар айтып жүр. Кімде-кім Алладан үнемі кешірім сұрап жүретін болса, Алла тағала оған әрдайым қиындықтан шығатын жол тауып береді. Құран тыңдауды әдетке айналдыр. Музыка тыңдауға уақыт табамыз ғой. Рухыңды қуаттандыратын тағы бір жол ол күнделікті музыка тыңдағанымыздай әрдайым Құран тыңдауға уақыт бөлу. Басында 1-2 күн нәпсі қарсыласуы мүмкін. Бірақ уақыт өте келе Құран тыңдай бастағанда жүрегің, жан әлемің ләззат ала бастайды. Ұялы телефон арқылы немесе көлікті Құран дискісін қойып тыңдауға болады. Қазіргі таңда арнаулы орындарда Құранның қазақ тіліндегі аудармасымен қатар айтылатын дискілер де сатылады. Шындығында бұл әрекеттердің барлығы да жанның асығы. Рухың тойса, қуаттанса, миың мен жүрегің де тыныштық табады. Осы айтқандарымызды амалға асырып, өзің көз жеткізе аласың.